Мына жағдайларға қандай жауап бере аласыз? Мысалы, ораза қандай жағдайда бұзылады, не болмаса жаңағы бұзылмайды деген сияқты. Өмір болсын әртүрлі жағдайлар болып жатады. Жаңа бір адамдар дәрі ішу керек, болмаса қан алдыру керек, болмаса бір жаңағы инъекция салдыру керек сияқты жағдай. Осы мәселелерге тоқталып өтсеңіз. Дұрыс айттыңыз. Бұл өте көп қоғамда кездесетін жағдай. Мынау мәселен дінімізде айтады, мәселен білмей, мәселен ораза екенін ұмытып кетіп ішіп жеген адам, ораза екенін ұмытып кетіп ішіп жеп қойса, оразасы бұзылмайды. Сол қай жерге келді, сол кезде есіне түссе, мәселен шайнап жатқан кезінде дереу аузын шайып, оразасын жалғастыра береді. Ол адамға Аллах Тағала тарапынан берілген сыйлық дейді. Егер мәселен сондай адамды көрсеңіз, ескерту керек дейді. Ескертпесеңіз макрух болады. Ал егер кәрі, денсаулығы әлсіз адам ораза тұтып жүріп білмей ішіп жеп жататын болса, онда оны ескертпеген абзал деп келеді мәселен дінімізде. Сол сияқты бұл енді ораза бұзылмайтын жағдайлар. Жаңағы бұзылмайтын жағдайлардың қатарына мәселен ұйқыдан оянғанда жүніп болып оянса, мәселен жаңағы әйелін сүйген кезде жаңағындай мәни бөлінбесе, онда да ораза бұзылмайды. Сол сияқты мәселен жаңағындай көзге, құлаққа дәрі тамызса да ораза бұзылмайды. Ал мұрынға дәрі тамызу ол бұзады, Мұрынға дәрі тамызса, әрине енді ол тамаққа кетеді, ары қарай асқазанға кетеді. Сол үшін жаңағындай мұрынға дәрі тамызудан сақтану керек. Инъекция салдыру, укол. Укол салдырғанда да мәселен көп жағдайларда сол бұзылады деген жағдайлар бар. Яғни адамға қуат беретін уколдар ол бұзады, 100% ол бұзады. Ал бірақ жаңағындай мынау тыныштандыратын бір уколдар болады, мәселен тамырға кетпейтін жай мәселен уколдар болатын болса, тамыр асқазанға бармайтын, оны мәселен дінімізде көп ғұламаларда рұқсат берген жағдайлар бар. Яғни жай адамды тыныштандырып, сондай уколдар болатын. Ал енді бұзатын жағдайлар қандай, нақты өмірде жиі кездесетін жағдайларға тоқтасаңыз? Бұзатын жағдайлар мәселен жаңағы адам баласы әдейі ораза екенін біліп жейтін болса, ораза екенін біліп тұрып ішетін болса, ол адамның оразасы бұзылады. Сол адам Рамазаннан кейін бір күн тұту керек, және каффарат өтеу керек. Каффарат дегені, яғни сол адам ораза екенін әдейі біліп ішіп жейтін болса, ол адам бір күніне 60 күн ораза ұстау керек болады, немесе бір құл азат ету керек болады, немесе 60 міскінге жаңағындай 60 міскінді 60 кедейді тойдыруы шарт болады. Осы нәрселерден каффарат, сол үшеуінің бірін орындау керек болады, каффарат дейді. Сол сияқты жаңа оразаны бұзатын жағдайлар, мәселен қателесіп ішіп жеп қойса, мәселен таң атқан жоқ деп ішіп жеп жатты, бірақ таң атып қойған болса, немесе ауызашар уақыты болды деп ішіп жеді, бірақ ауызашар болмаған болса, ол адамның да Рамазаннан кейін сол қазасын өтеуі керек болады. Сол сияқты мәселен аузына қар, жаңбыр кіріп кететін болса, онда да оразасы бұзылады. Яғни сақтанбаған болып тұр. Иә, ол енді сақтанбаған болып тұр. Одан кейін мәселен тағы бұзылмайтын бір-екі жағдайлар бар. Мәселен көшеде кетіп жатыр, шаң, қасынан бір көлік өтті ма, бір жағдайлар болып қалды, шаң кіріп кетті. Аузына шаң кіріп кететін болса, онда да ораза бұзылмайды. Түтін мәселен де көшеде кетіп барасыз, қасыңыздан көлік өтті ма, немесе сондай бір өртеніп жатыр ма бір нәрсе, сондай түтін кірген жағдайда да ораза бұзылмайды. Өйткені ол енді сақтану мүмкін емес жағдайлар. Сондай нәрселер бар. Немесе жаңағы шыбын кіріп кететін болса аузынан дейді, онда да ораза бұзылмайды дейді. Тағы да енді мәселен қан алдыру оразаны бұзбайды. Енді әлсірейтіндей жағдай болса, онда макрух дейді қан алдыру. Сол сияқты сүлік салдыру, емделу, яғни емделу, сүлік салдырып қан алдырудың барлығына ораза кезінде рұқсат беріледі. Мәселен мисуак жасауға да дінде рұқсат беріледі, тіс тазалауға. Жаңағындай пастасыз тазалаған абзал дейді. Енді жаңағындай мұсылман адамның аузынан шыққан иіс Аллах Тағаланың құзырында мисік, жаңағы хош иісті мисіктен де артық деп пайғамбарымыз айтады. Сол үшін жаңағы ораза тұтқан адамның аузынан бір иіс бөлінуі мүмкін. Сол үшін сол иісті кетіруге тырыспаған абзал дінімізде. Рахмет.